Баршаңызға сәлем, құрметті менің YouTube көрермендерім, сіздермен Каусар. Бүгінгі менің жаңа видеома қош келдіңіз. Бүгінгі видеода сіздермен өте пайдалы ақпараттардың бірімен бөліскелі отырмын. Яғни бұл баланың ыдыстарын қалай стерилдеу керек екенін, яғни оның ішіне баланың бөтелкелері, емізіктері және тағы да басқа ыдыстары кіреді. Мен көбінесе осы жолғы жүктілігімде қызыма осындай ерекше фирмалардан бөтелке алған болатынмын және барлығы білетіндей Бипс фирмасынан емізігін алдым. Яғни бұларды қайнатуға болмайды деп жатады. Бұл натуральный каучуктан жасалатын болған соң, бұларды қайнатуға болмайды деп жатқан соң, мен сіздерге бұларды қалай стерилдедім, қалай алдын ала дайындадым, осының барлығын осы видеода сіздерге көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Егер арнамда алғаш рет болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз, және видео ұнаған болса, сіздерден қолдау күтемін. Ал дайын болсақ бастайық. Бүгінгі видео пайдалы болады деген үміттемін. Қазір балаларға арналған ыдыстардың түрін көріп жатамыз, және оларды стерилдеу жолдарының да әртүрлі екенін байқаған боларсыздар. Көбінесе біз білетін стерилдеу әдісі ол қайнату, ал құрамында ауыр химиялық қоспа, ПФХ және фталаттар жоқ табиғи соскалар мен бөтелкелерді қайнатуға болмайды. Оларды қалай зарарсыздандыру керек екені де өзінің анықтамасында жазылып тұрады. Мысалы, бәріміз білетіндей кома-тома бөтелкесінің анықтамалығын қарайтын болсақ, оны қайнатпай тек 180 градусқа дейінгі температурадағы суға тұндыру керектігі жазылған. Ал Бипс пустышкасында қайнаған суға 5 минутқа батырып қою туралы айтылған. Себебі бұлар табиғи өнімдерден жасалады. Бала ыдыстарын алғаш рет қолданар алдында оны зарарсыздандыру өте маңызды. Бүгін мен сіздерге баланың бөтелкелерін қалай жуып стерилдейтініме бөлісемін. Бұл жерде барлық ыдыстар жап-жаңа, яғни қолданылмаған. Баланың бөтелкелері сүт сорғыш, яғни молокосос, емізікке арналған контейнер және емізіктің өзі бар. Барлығын ең алдымен гипоаллергенді ыдыс жуғыш гельмен жылы ағын суда жуып алдым. Ыңғайлы шұңғыл темір ыдысқа 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық ас содасын салып, үстіне 100 градусқа жетер-жетпес ыстық су құйып раствор жасадым. Және барлық бөтелкелерді осы суға 10-15 минутқа тұндырып қойдым. Бұл түрлі бактериялардың алдын алу мақсатындағы бірінші стерилдеу, екінші рет құр қайнаған суға батыратын боламын, бірақ оны тек қолданар алдында жасаймын. Ал мұнда Бипс пустышкасын анықтамасында көрсетілгендей тек 5 минутқа қайнаған суға батырып қойдым. Кейін барлық ыдыстарды ағын суға бір шайып алып кептіріп қойдым. Ыдыстарды қолмен ысқылап шаю керек, себебі ас содасының қалдықтары ыдыста қалып қояды. Осындай балалардың бөтелкелеріне арналған сушилка сатып алуға кеңес беремін. Мен бұны Pinduoduo сайтынан заказ бергенмін. Жалпы бұл сушилка барлық жерде сатылады, түр-түрінен бар. Кішкентай баласы бар аналарға өте қолайлы құрал деп айтар едім. Бүгінгі менің өз әдісім сіздерге, әсіресе алғаш ана атанғалы жатқан келіншектерге пайдалы болды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, себебі бұл арнада осыған ұқсас пайдалы кеңестер өте көп болады. Және менен алдағы уақытта қандай видеолар күтесіздер, оны да пікірге жаза кетіңіздер. Сіздерге де және балапандарыңызға да зор денсаулық тілеймін. Балалар ешқашан ауырмасын. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеоға дейін амандықта жүздескенше.